Сәлем, бізді көптен күткен не болмаса кездейсоқ көріп қалған көрермендеріміз сіздермен мен Қазбек Досбек. Олай болса біз не істейміз? Әрине, бастаймыз. Қалайсың? Жақсы. Есімің кім? Мақұлбек Руслан. Атым Фуркат. Атым Мақұлбек Ислам Әли болады. Рамазан. Менің аты жөнім Есенова Балнұр. Жасың қаншада? 13-те. 9-да. Фата жасым 14-те. Жасым 15-те. 14-те. 9-да. Руслан, актер болудағы, сен актер болғың келеді ғой? Иә. Сенің актер болудағы мақсатың не? Әрбір адам алдына мақсат қояды ғой. Мысалға, стройка жасайтын адам болса, ол мен осындай биік ғимараттар салам деген сияқты. Ал сенің актер болудағы түпкі мақсатың не? Мен киноға түсіп, жұлдыздармен кездесіп, Достарыммен. Достарыммен. Иә. Достардың алдында абыройлы болғың келе ма? Иә. Танымал болғың келеді, Оны жастан бастап өзім актриса болғым келген. 10 жастан бастап. Яғни 4 жыл болды, Иә. Аха. өзімді осы саладан көргім келеді. Маған қызық былай айтқан кезде. Олардың өмірі, жүріс-тұрысы, және сол киноның түсіру барысындағы қызықтар. Мен осы басына өткім келеді осыларды. Телефон алдым, кино көріп басталатын. Сосын армандадым кино көріп. Қай киноны көріп? Қай кино саған сондай әсер берген? Мейрам студиясы. Актер маған ұнайды. Ұнайды, хорошо. Ал сенің сүйікті актерің кім? Жекжан. Ешкім ұнамайды. Назерке. Нақты былай кино қарамаймын, бірақтан мен кітап оқимын да, көбінесе. Былай кинолардың өзіндегі актриса, актерларға былай қарамайды екенмін. Жекжан. Мейрам киносы. Сен үшін үздік кино қандай кино? Мен үшін бе? Ең үздік дегені? Ең үздік. Омбак. Омбак? Тамаша. Мейрам. Мен осы Мейрам киностудиясында түсірілген «Жаңа мектеп» деген сериалды полный көріп шықтым. Сол маған қатты ұнады. Дони мен Джони. Қазір мен саған бірнеше фотоларды көрсем, фотода бізде эмоциялар бар. Дәл сол эмоцияларды тура фотода қалай, дәл солай бізге қайтарып көрсетіп бере аласың ба? Тырысып көресің ба? И қандай эмоция екенін айтып кет, е? Ең алғашқы. Бұл? Не істеп тұр бұл? Таңғалып тұр. Таңғалып тұр, е? Тамаша. Не істеп тұр? Ойланып тұр. Ойланып тұр ма? Йогаға қатысып отыр екен дейді. Не? Қорқып тұрған. Қойш, қорқып тұрма? Ашыланып тұрған сияқты, Иә. Енді көрсету. Сенің кезек. Камераға қарап көрсетесің. Келесі эмоция бізде. Соған ұқсас, иә? Жынданып тұр, ашыланып. Көрсетейін ба? Иә, көрсетесің. Жарайсың. Енді Бұл қорқып тұр. қорқып тұр, дұрыс. Енді Медитация жасап тұр. медитация, иә, мүмкін. Істеп көрсетейін. Иә, көрсетесің. Қуанып тұр. Қорқыныш, иә? Адам кішкене баланың қорқынышы енді. Иә, қорқыныш. Ренжу. Нақыс қалай істеп тұр, солай көрсетші. Аха, жақсы. Келесі бізде. Мұңайып тұр. Мұңайып тұр, иә. Қапа болып тұрсың.
Қуаныш, иә? Бұл қуаныш эмоциясы. Жақсы. Келесі. Жақсы. Ал енді келесі бізде. Аха, жақсы. Бізге қандай да бір өлең шумағын оқып бере аласың ба? Ән айтып, не болмаса қандай өнерің бар? Көрсетіп берші бізге. Ернар Айдардың өлеңі. Аха, айтып бер. Музыка болады ма? Сүйген жүрек сендім сағын оп-оңай, күміс күлкің тәтті сәттің отадай, тереңіне батыратын сұрамай, көздеріңнен айналайын ботадай. Алтын ұяңы отан қымбат, құрт берекең атан қымбат, аймалайтын анаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат, мейірімді де апаң қымбат, ұят пен ар қымбат. Ана сен бақыттысың, жыламағың шай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағың. Ана сен бақыттысың, жыламағың шай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан да жыламағың. Ана сен бақыттысың ғой жыламаған, жай түсіп жатқанда құламаған, тәңірінен мен едім ғой сұрамаған, сондықтан жыламағым. Азамат боп мен ертең ауылымды көрсем, біздің азанған каналымыз келертең жерін жұмбақ болады, бұл мақта болып қонады. Актер сезімтал болу керек, кез келген нәрсенің жоқ болса да сезіне білу керек. Сол себепті қазір мен саған бірнеше ситуациялар, оқиғалар айтамын, соны бізге сезініп көрсетіп бере аласың ба? Елестет, сен бір салат па бірдеңе турап жатсың дейік пышақпен, иә? Кәдімгі турап жатсың мысалға. Кәдімгідей турай бер, кәдімгідей бар сияқты қыл. Шынымен кешкі салат турлап жатсың да мысалға дастарханға, иә? Турай бер. Қатты турасай, оны жай турайсың ба? Қолын кесіп алдың. Қандай реакция болады сенде? Ойбай, ауыр қалды ма? Ойбай. Сен үйде чай ішіп жатқансың, иә? Дастархан алдында чай ішіп отырсың. Сол кезде пиала қолынан түсіп қалады да, ыстық шай аяғыңды күйдіріп алады. Көрсетші. Міне, ысатқан. Иә, ішіп жатқансың. Сосын қолынан түсіп кетті. Тайып кетеді да, Аяғым ысып кетті. енді соны көрсетші, іс-әрекетпен кәдімгі бізді сендірші. Ысатырмын. Оны түсіндірмейсің, сөзбен іс-әрекетпен көрсетесің жалпы. Ойнатасың. Түнгі сағат 3 болды. Сен реферат жазып жатсың. Білесің ғой, бір экзамен болайын деп жатыр. 2 апта болды сен оған дайындалып жүргеніне. Кәдімгі мектепте бір қатал мұғалімдер болады ғой. Сондай қатал мұғалім саған сонда задание берген. Сен реферат жазып жатырсың. Уже күні бойы соны жазып жүргенсің. Түнгі сағат 3 болды, әлі жазып жатырсың. Шаршап, ұйқың келіп тұр, қарның ашып тұр. Сен шаршағанда білесің қандай болатын, иә? Уже ішіңе зауқың болмай, кәдімгідей бүйтіп отырғанда, сен соны енді аяқтап болғанда сол рефератты свет өшіп қалады. Сен оны сақтай алмай қаласың. Ойнап берші бізге сол ситуацияны. Компьютермен жазып отырасың, свет өшіп қалады. Иә, басынан бастап сен мұны жазып жатсың, иә? Енді сақтайын деп жатқанда, енді жіберейін деп жатқанда мұғалімге свет өшеді. Давай, мен қазір айтам, команда сол кезде свет өшеді. Пока что жаза бер. Маған қарама, компьютерге қара, сен жұмыс істеп жатсың ғой. Иә? Кәне көрсет шаршап отырғаныңды. Көрсетесің. Иә, кәдімгідей көрсетесің, маған қарама. Болды, сен ойнай бер.
жазбайсың ба отырып? Аха. Арасында бір кітапқа қарап қой, дәптерге қарап қой. Так, мінеке. Ұйқым келіп тұр. Деп отырамыз, Так. Қандай? Деп отырамыз, Көрсетші сондай нәрсені маған. Бір есей қаласың ба? Қанша болды сағат? 3 болды ғой, деп сондайды берші маған. істей бер. Сен үй жұмысын істеп жатсың. Колледжде оқисың, сен қазір? Сол колледжде берілген бір емтиханға дайындалып жатсың. Сенің апайың өте қатал кісі. Одан қорқасың, шыны керек. Және де сол саған бір тапсырма берген, уже ертең оны тапсыру керексің сен. Доклад жазуды. Доклад, сондай бір ауқымды жұмысты істеп жатсың. Презентация қорғап шығу. Сен оны бірнеше күн болды істеп жүргеніне. Қазір түнгі сағат уже 4 болып жатыр. Соны істеп жатырсың. Жазып, компьютерде. Ойната бер, уже баста. Мен мына жұмыстың бәрін қалай бітірем? Бірнеше күн болды жазып жатқаныма, әлі аяқталмай жатырмын. Өткенде де жазып жатқаным бәрі істемей қалды. Мен саған 90-дағы 2 шығып өтсем, мамамнан да ят болады, апайлардан да бәрінен ят болатын болды ғой. Не істеймін енді? Сен отырсың үйде. Оқисың ғой, мектепте оқисың ба? Оқимын мектепте. Мектепте, бір емтиханға дайындалып жүрсің. Біраз күннен бері саған реферат жазуды тапсырды. Сен оны уже ертең тапсыру керексің да? Бүгін соңғы күн. Түнгі сағат 4 сен әлі оны жазып жатырсың, шаршап отырсың, ұйқың келіп тұр. Бірақ амал жоқ, бітіру аяқтау керек. Сол үшін сен түнгі сағат 4-те соны жазып отырсың компьютердің алдында. Қалай отырасың сен түнгі сағат 4-те? Былай отырам. Сразу ұйықтап. Дұрыс, ұйқысы келеді. Басқа нәрсеге қысап кетші. Біреуге қырындап атқандай сияқты. Давай, Исламали, отырсың сен, Отырсың жазып. Мынаны қарап, деп отырасың, Ұйқың келіп. Деп отырсың, дұрыс па? Сондайды көрсетші маған. Мектепте, физкультурада, дене шынықтыру сабағында құлап, қолында ауыртып ал. Көрсетші. Аяғым. Аяғында ауыртып ал, Кәдімгі көрсете бер, жалғастырып. Аяғым. Өтініш. Аяғым. Не қылсам болады? Аяғым. Жақсы. Саған мүмкіндік туып тұр, камераға қарап тұрып, оларға рахметіңді әдемі қылып жеткізші. Ертең мына жерден музыка болады да, сол кезде маман көріп отырып. Болам деп қалатындай қылып жеткізіп айтшы, Кеттік. Анашым деп баста. Анашым, мен сізді жақсы көрем. Мені кішкентай кезінен бастап асырап отқаныңызға рахмет. Сізді жақсы көрем. Сіз мені асырап келдіңіз осы уақытқа дейін. Мәпелеп, өсіріп, киімімізді алып беріп, етігімізді осы балдарымыз жаурап қалмасын деп бізді асырап келді. Сол уақытқа сізге асырап келгеніңізге рахмет. Мен сізді жақсы көрем, анашым.
Мен сіздерге сәлем айтып жатырмын. Мен көріп жатқаныңыздарыңа сіздерді жақсы көремін. Папа, мама, мен сіздерді жақсы көремін. Мама, папа, мен осы дәрежеге жеткізгендеріңізге өте көп алғысым шексіз. Әрі қарай да сіздер мені биік-биік белестерден көресіздер, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Менімен мақтанатын боласыздар әлі. Мама, мен сізді жақсы көрем. Мені кешіріңізші. Анам мен әкем жақсы көремін. Олар мені бағып қақты. Осы киноға түскенде жақсы көретін еді. Құрметті көрермендер, егер де сіздің де балаңыз дәл осылай сұхбат берген қаласаңыз, біздің Жұлдыздар Академиясы сіздің балаңыздың жұлдызын бірге жасақпа дейміз. Ал ол сіздің қолыңызда. Сау болыңыздар.